Жол ғылымына 65 жыл. Осындай атаумен Астанада Орта Азия елдерінің басын біріктірген болашақ жолдар атты халықаралық конференция өтіп жатыр. Шара Қазақстан жол ғылыми зерттеу институтының 65 жылдығына орай ұйымдастырылған. Мерейтой қарсаңында Қазтрафик 2024 көрмесі ұйымдастырылып, салаға енгізілген жаңа технологиялар таныстырылды. Әріптесім Зұлқарнай Ермұратұлы толықтырады. Экспо халықаралық орталығындағы көрмеге қойылған техниканы тамашалауға келген адам көп. Отандық мамандардан бөлек 20 елдің жол саласындағы сарапшылары мен алпауыт компаниялардың өкілдері жиналды. Елдегі жолдардың құрылысы мен сапасы Қазақстан жол ғылыми зерттеу институтының назарында. Бүгінгі таңда институтта жол сапасының 3 стандарты әзірленді. Ал келер жылы пилоттық режимде H2 жолдарын салу бойынша халықаралық стандарттарды енгізуді жоспарлап отыр. Это новая методика. Бұл пилоттық жоба негізінде материалдар таңдауда жаңа әдіспен қоспалардың жаңа тәсілі қолданылады. Бұл бізге 2030 жылға қарай халықаралық стандарттарға көшуге мүмкіндік береді. Яғни жол құрылыс материалдарын өндірушілерге өз өнімдерін шетелде еркін ұсынуға мүмкіндік береді. Институт былтырдың өзінде жаңа 5 жобаны құрастырған. Бұл битумға арналған модификациялық қоспалар, мұзға қарсы материалдар, топырақты тұрақтандыруға арналған материалдар мен жол белгілері үшін сапалы бояу. Қазақстанда бірінші рет, алғашқы рет жалпы бұрынғы Совет одағының елдерінде жоқ нәрсе, биыл оны шығардық біздер, уникальный деп айтуға болады. Бұл арнайы құмға арналған қоспа катализатор дейміз. Бұл енді шынымен де мына көрші елдерде де жоқ. Айтпақшы, мамандар саладағы кадр тапшылығы мәселесінде қолға алған. Бұл жұмыстар ғылым және жоғары білім министрлігімен бірлесе шешілмек. Биыл мемлекет көлік құрылысы бағыты бойынша болашақ мамандарды докторантурада оқытуға 10 грант бөлді. Зұлқарнай Ермұратұлы, Әлихан Сатылған, Жібек жолы.